1937 жылы 7 шілдеде Жапон империясының армиясы Қытайдың шығыс провинцияларына басып кірді. 2 аптадан кейін жапондар Бейжіңді алып, Шанхай маңына десант түсірді. Жапон әскері осы қаланы басып алып, сол кездегі Қытай астанасы Нанкин қаласына шабуыл жасайды. Осылайша Қытайды басып алу басталып кетті. Ол 7 жылға созылды. Осы уақытта бұрын соңды болмаған тонау мен қатыгездік бірге жүрді. Жапон қолбасшылығының жоспарына сәйкес, Қытай Жапон империясының тағы бір колониясына айналып, ал оның бүкіл халқы құлдарға айналу керек еді. Осы уақытқа дейін жапондықтардың не істегені қытайлықтардың есінде. Бұл қырғын, зорлау, азаптау сияқты дүниелер. Жапондықтардың басып алынған Қытайдағы қатыгездігі бүкіл әлемді дүр сілкіндірді. Басқыншылармен соғысқа 17 миллион қытайлық сарбаз аттанды. Жапондық фашистерді жеңбей бізде болашақ болмайтын бәрі жақсы біледі. Біз отанымыз үшін бір нәрсе болсын жасауымыз керек еді. Қытай халқы Азияның ең күшті армиясымен қалай шайқасты? Әлемдік державалар Қытайға қандай көмек көрсетті? Жапон әскери қылмыскерлері соғыстан кейін қандай жазаға тартылды? Мен революционерлердің ескі буынның шартын орындауға және мемлекеттік тарихындағы ұятты кезеңін ұмытпауға ант етемін. Ұқыпты болуға және жақсы оқуға. Тәртіпті сақтап, адал және батыл болуға. Елді жандандырып, ұлы Қытайды қайта жаңғыртуға ант етемін. Қытайлық мектеп оқушылары бұл антты Бейжіңдегі Жапонияға қарсы соғыс мұражайына экскурсиядан кейін айтып жатыр. Ант Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде өз елін жапондық басқыншылардан босатқан батырларға, қытайлық сарбаздарға табыну рәсімінің бір бөлігі. Қытайлықтар үшін ардагерлердің ерлігі туралы естелік өте қасиетті болып саналады. Қытай аумағында соғыс әрекеті 31 жылдан 45 жылдар аралығында, яғни 14 жыл бойы жүргізілді. Осы уақыт ішінде мұнда жапондардың қолынан 35 миллионнан астам бейбіт тұрғын, негізінен қарттар, ерлер, әйелдер мен балалар қаза тапты. Жапониямен болған соғыс іс жүзінде әрбір Қытай отбасына әсер етті. Қытайдың естелігіне, мәдениетіне және саяси тарихына зор ықпал етті. Жапондарға қарсы соғыстағы жеңіс 1840 жылдан бастап Қытайға қарсы барлық сыртқы агрессияны жеңу болды. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында Қытай халқының орасан зор құрбандықтар мен ерліктерді ұмытпауымыз керек. 37 жылдан 1945 жылға дейін 8 жыл бойы Қытай армиясы соғыстың 22 ірі шайқасқа қатысты. Қытай өз әскерлерін 2 рет елден тыс әскери жорықтарға жіберді. Бұл туралы ешқайсымыз ешқашан ұмытпаймыз. Мұндай ештеңе ешқашан болмас үшін біз бұл соғысты есте сақтауымыз керек. Мыңдаған жылдар бойы Қытай өркениеті әлемдегі ең дамыған өркениеттердің бірі болды.
Біз күн сайын қолданатын көптеген заттар пошта, қағаз, ақша, фарфор, мылтық, шай, жібек, аспан асты елінде пайда болды. Бірақ Қытай әрқашан жабық ел болды. 18 ғасырдың аяғынан бастап, европалықтар Қытайдың шекараларын бұзуға тырысып, сол жерде тұрақты соғыстар жүргізді. 20 ғасырдың басында ел тең құқықты емес шарттармен байланысты болды. Олар бойынша батыс державалар Қытайда концессиялармен өз қоныстарын құру құқығын алды. 11 жылы Қытайда революция болып, Цинь әулеті құлады. 20 ғасырдың 20 жылдарында елде билікке үміткер екі саяси күш пайда болды. Генерал бастаған Гоминдан ұлтшыл үкіметі, Чан Кайши және Қытай коммунистік партиясы, оның қатарында жас революционер Мао Цзэдун барған сайын көрнекті роль атқарды. Ұлтшылдар мен коммунистер арасындағы қақтығыс 30 жылдан астам уақытқа созылды. Дәл осы уақытта Қытайдың маңында қуатты Жапон империясы күшейіп жатты. 19 ғасырда бұл ел шетелдіктер үшін өз шекарасын ашып, бірнеше 10 жылдықтың ішінде қуатты және өте милитаризацияланған державаға айналды. Жапон армиясын құру мен оқытуға европалық және американдық мамандар қатысты. Жапонияға Жапон аралдарында жетіспейтін кеңістік пен ресурстар қажет болды. 20 ғасырдың басында империя Рокия мен Тайвань аралдарын, Кореяны басып алып, Азиядағы жалғыз және ең ірі отарлық державаға айналды. Жапондардың келесі мақсаты құрлықтық Қытай болды. Жапония күншығыс ел болды. Ол батыс державаларының ресурстарын Жапонияға қарулануға мүмкіндік берген Англиямен тығыз қарым-қатынасын пайдаланды. Жапония бірінші дүниежүзілік соғыста қысымға ұшырағанбыз деген шешімге келген кезде өз экономикасын милитаризациялай бастады. Билікке шын мәнде милитаристер келді. Ал шынын айтқанда, олар нағыз фашистер. Яғни оларда жапон нәсілінің артықшылығы болды. Жапония шығыста билік ету керек. Барлығын бағындыру керек. Басқа халықтарды үйрету тиіс деген тұжырым болды. Филиппиндер, малазиялықтар, қытайлықтар болсын. Бұл деген фашизм болмаса басқа не? Бұл ұлтшылдық жағынан деген өшпенділік. Яғни жапондар өздерін Азиядағы ақсүйек, көршілес елдер сияқты емес деп санап, және бұл тек қытайлықтарға ғана қатысты болды деп ойлаудың қажеті жоқ. Бұл корейлерге де қатысты болған. 1931 жылдың 18 қыркүйегінде Жапон әскерлері Қытайдың солтүстік шығысына басып кіріп, бірнеше ай ішінде Манчжурияны толығымен басып алды. Сол үшін Жапония ұлт лигасынан шығарылды. Манчжурияда құрылған Манчжоу-гоуның марионеттік үкіметі осында орналасқан миллионшы Квантун армиясының басында тұрды. Жапония экономикалық тұрғыдан алғанда жолбарыс азиялық жолбарыс деп аталады. Милитаристік Жапония әскери жолбарыс болды. Ал өз мүмкіндіктерін әскери жолмен барынша кеңейтуге ұмтылатын держава ретінде. Ең алдымен әңгіме табиғи ресурстар туралы болып отыр. Жапондар Қытайға басып кіретте, жапондар Манчжоу мемлекетін алды, және сол жерде құрлықта синтетикалық жанармай және болат балқыту зауыттары салынады. Жалпы алғанда, Жапония экономикасы басып алынған аумақтар есебінен кеңейе бастады. Жапон-Қытай соғысы Пекиннің маңындағы Луго-Утяо көпірінде немесе европалықтар атағандай Марко Поло көпірінде басталды. 1937 жылы 7 шілдеде Жапон әскерлері мұнда түнгі атыс жаттығуларын ұйымдастырды. Таңертең бір жапон сарбазының жоғалып кеткені анықталды.
Оны іздеу үшін Жапон қолбасшылығы қытайлықтардан жақын маңдағы Ванпин бекінісінің қақпасын ашуды талап етті. Қытай гарнизоны мұны істеуден бас тартты. Бұған жауап ретінде жапондықтар оқ жаудырды. Осылайша ондаған миллион адам қаза тапқан 8 жылдық соғыс басталды. Бүгінгі күні бұрынғы бекіністің орталығында Қытай халқының Жапон басқыншыларымен күресінің мемориалдық кешені мен мұражайы орналасқан. Қытай халқының Жапонияға қарсы соғыс мемориалды мұражайы Жапония мен соғыс тарихын толық көрсететін Қытайдағы жалғыз мұражай. Ваньпин бекінісі мен Луго Хуцао көпірі Жапон агрессиясына қарсы күрестің тарихи ескерткіштеріне айналды. Бұл мемориалдың құрылысы Қытай халқының осы қорқынышты соғыстың тарихын ешқашан ұмытпайтынын білдіреді. 1937 жылы 26 шілдеде Ванпин бекінісіндегі оқиғадан 18 күн өткен соң 40 мың жапон сарбазы Хуанхэ өзенінің солтүстігіндегі қытайлық позицияларға шабуыл жасады. Чан Кайши мен Мао Цзэдун басқыншылармен күресу үшін өз әскерлерін біріктіруге келісті. Бірақ күштер тең болмады. Жақсы дайындалған және жақсы қаруланған жапон армиясы бронды машиналар мен 150 ұшақтың қолдауымен Қытай қорғанысын бұза алды. Қарқынды шабуылдың 3-ші күні жапондықтар Пекинді иемденді. 2 күннен кейін ірі экономикалық орталық пен порт Тяньцзинь қаласы құлады. Тамыз айының басында Жапон императорлық флоты Шанхайға жақындады. Бұл қала Қытайдың сол кездегі астанасы Нанкинге барар жолдағы соңғы шекара болды. Шанхайды 600 мың қытайлық сарбаздар мен офицерлер қорғады. Чан Кайши өз генералдарынан қаланы қалай болса да қаланы қорғап қалуды талап етті. Оған үкіметті, зауыттарды және адамдарды тылға эвакуациялау үшін уақыт қажет болды. Жапонияға қарсы соғыс ардагері Лу Шаочен Пекиндегі қара шаңырағынан кетуге мәжбүр болған кезде мектеп оқушысы болған. Жапон оккупациясынан қашып, ол елдің терең жағына бет алды. Бірнеше жылдан кейін Қытай армиясына шақырылды. Барлық Қытай сарбаздар мен офицерлердің жауынгерлік рухы жоғары болды. Олар батыл шайқасты. Өйткені жапон фашистері біздің отанымызды басып алды. Бәрімізде оккупацияланған аумақтарда шаңырақтарымыз болды. Ол жаққа бару мүмкін емес еді. Біз жапондарды Қытайдан қуып шыққаннан кейін ғана адамдар үйлеріне оралды. Мысалы, мен эвакуациядан кейін 6 жыл бойы үйге хат жібере алмадым. Ата-анам мен бауырларымның тағдыры туралы ештеңе білмедім. Өйткені олар Жапониямен басып алынған Пекинде қалды. Ол кезде барлығында бір ғана ой болды. Жапон фашистерін жеңіп, оларды біздің жерімізден қуып шығару. Тек осылай ғана біз отбасымызға ораламыз және Қытай қайта жанданады. Шанхай шайқасы 1937 жылы 13 тамызда таңертең басталып, 3 айдан астам уақытқа созылды. Жапондықтар мұнда үлкен күштерді 350 мыңға жуық адамды тартты. 130 жапон кемесі әскерлерді теңіз жақтан қорғады. Әр үй үшін жекпе-жек жүрді. Әуеде жапондық авиация басым болды. Қаланың көп бөлігін қиратып, жапондықтардың улы заттарды қолдануына әкелген бомбалау нәтижесінде Қытай армиясы үлкен шығынға ұшырады. Қазан айының соңында Чан Кайши әскерлері қаладан кетті. Шанхайда басқыншылар тонап, өртеп жіберді. Оның халқы басқа да басып алынған қалалар сияқты іс жүзінде аштыққа ұшырады. Көптеген жылдар бойы соғыс басталғаннан бастап Жапонияның берілуіне дейін Пекинде және басқа қалаларда толық хаос болды. Бірде-бір ғимарат аман қалмады. Адамдар өте кедей болды. Жеуге ештеңе болмады. Барлық азық-түлікті жапондар алып кетті. Олар барлық астық пен күрішті ұрлап алып кетті. Қытайлықтар жәндіктерді жеуге дейін барды. Жапонияның капитулизациясынан кейін мен үйге оралғанда өмір әлі
жақсармағанын көрдім. Адамдар тышқан аралаған, аздап көгерген ұн алу үшін ұзын сонар кезекте тұрды. Жапонияны жеңбей, біз әрине аман қалмас едік. Шанхай құлағаннан кейін жапондарға Нанкинге жол ашылды. Жапон әскерлер оны 1937 жылы 13 желтоқсанда басып алды. Мұнда Қытай тарихындағы ең қанды драмалардың бірі ойналды. Қаланы тонау 6 аптаға созылды және бейбіт тұрғындарды аяусыз қырғынмен бірге жүрді. Тұтқынға алынған қытайлықтар тірідей көміліп, самурай қылыштармен кесіліп, шанышқылармен кесілді. Әскерилер де, азаматтықтарды да ешкімді аямады. Ерлер мен әйелдер, балалар өлмес бұрын жан түршігерлік азаптауға ұшырады. Сол кездегі Токио газеттер жапондық офицерлер Мукао мен Ноттың жүздеген бейбіт адамдарды қатарға тұрғызып, оларды самурай қылышымен кім тезірек өлтіретін туралы жарысқан туралы жазды. Нанкиннің зорланған және азаптанған әйелдердің саны 10 мыңдай, ал қаза тапқандардың жалпы саны 300 мыңнан асты. Жапон фашистері қытайлық әскери және бейбіт тұрғындарына геноцид саясатын жүргізді. Жапон фашистері Қытай әскерлеріне және бейбіт тұрғындарына геноцид саясатын жүргізді. Олардың қолынан қаза тапқан адамдардың саны әлі күнге дейін санап айту қиын. Адамдар толық отбасыларынан айырылды. Миллиондаған адамдар туыстарынан айырылды. Аман қалғандар әлі күнге дейін қорқынышты оқиғаларды еске түсіргенде бойларына ашу ыза келеді. Олар үшін ұмытпайтын трагедияға айналды. Сол соғыстағы Қытай халқының азаптарын сөзбен айтып жеткізу қиын. Нанкин қырғыны сияқты жабайы қатыгездік Жапон әскери қолбасшылығының тікелей бұйрығымен жасалды. Қытай халқының еркі мен рухын мәңгілікке бұзуға, тіпті қарсылық жасау туралы ойдан айыруға тырысқан. Бейбіт тұрғындарды қорқыту үшін жапондықтар жаппай бомбалауды, химиялық және бактериологиялық қаруды, сондай-ақ Женева әскери конвенциясындағы тыйым салынған басқа шараларды қолданды. 37 жылдың аяғында Жапон авиациясы Қытайдың 50-ден астам бейбіт қалаларын бомбалады. Олардың көпшілігі оларға қауіп төндірмеді. Барлық дерлік ірі шайқастарда жапондықтар авиабомбалар мен улы затты снарядтарды қолданды. Химиялық шабуылдардың құрбандары ондағаннан қытайлық сарбаздар болды. Оларда көбінесе противогазда болмады. Қытайдағы жапон әскерлері бәрін өлтір, бәрін өрте, бәрін тона деп аталатын саясатты жүргізген. Олар Қытайдан өздерінің әскери қажеттіліктер үшін көптеген стратегиялық ресурстарды алып шығарды. Жапондар Қытай мәдени мұрасының көптеген ескерткіштерін ұрлады. Бүгінде олардың саны 3.610.000 туындыға бағалануда. 20 миллионнан астам қытайлық жұмысшы Жапонияға күштеп жер аударылды. Онда олар шахталарда, жол жасау және әскери инфрақұрылым нысандарында құлдық жағдайында жұмыс істеді. Олардың көпшілігі қайтыс болды. Сонымен қатар, жапондық фашистер Қытайда мағынасыз бактериологиялық және химиялық соғыс жүргізді. Жапондықтардың шексіз қатыгездігі Қытай халқын біріктірді. Мао Цзэдун жалпы партизандық соғыс жүргізуге және елдің бүкіл халқын жаумен күресуге жұмылдыруға шақырды. Янандағы коммунистік партияның базасына күн сайын қираған Қытай провинцияларынан мыңдаған шаруалар келді. Мұнда оларға қару-жарақ беріліп, әскери дағдылар үйретілді. Басқыншылардан кек алу ниетінен туындаған жүздеген мың еріктілер Шанхай әскерлеріне қосылды. Олардың арасында жас студент Лу Шаочен де болды. Мен университеттің 3-ші курсында оқып жүрген кезімде елдегі жағдай нашарлай түсті. Қытайдың жарысынан көбін Жапония басып алды. Біз студенттер әскер қатарына шақырылдық. Менің курстастарымның барлығы қызмет етуге кетті.
Біреу майданға, біреу штабқа, артиллерияға немесе жаяу әскерге барды. Шынымды айтсам, біз бұрыннан әскерде қызмет етуге дайын болдық. Барлығы өз еркілерімен өтініш білдірді. Ешкім бас тартқан жоқ. Жапондық фашистерді жеңбестен бізде болашақ болмайтынын бәрі жақсы түсінді. Біз отанымыз үшін бір нәрсе жасауымыз керек болды. Соғыстың алғашқы жылдарында Қытайға жапон агрессорларына қарсы күресте нақты көмек көрсеткен алғашқы және жалғыз шетелдік держава Кеңес одағы болды. 37 жылдан бастап, бірнеше жыл ішінде Қытай әскерлері КСРО-дан көптеген артиллерия, пулемет, танк, автомашина, оқ-дәрі және 1235 ұшақ алды. Қытай өкіметінің шақыруы бойынша елге кеңестік әскери ұшқыштар мен нұсқаушылар жіберілді. Ал Урумчиде кеңес мамандары әуе құрастыру зауытын іске қосты. Біз нацистерге қарсы күресті бірінші болып бастадық. Бұл бүгін батыста қандай да бір себептермен ұмытылып жатыр. Олар тек Риббентроп, Молотов фактісі туралы айтқанда, бірақ олар Испанияны тапсырған ұмытып кетеді. Ал біз Испанияны қорғадық. Олар Австрияны, Чехословакияны тапсырды. Біз көмекке келуге дайын болдық. Соңында Қытай. Ал Қытайда біздің ұшқыштар соғысып, әскери мамандар болды. Айтпақшы, біздің авиацияға үлкен шығын келтірілді. Бірақ біз жапондық авиацияны жеңдік. Мұны бүгінде Қытай мойындады. Біздің ерікті ұшқыштарымыз болды. Кеңес одағының батырлары жапондық ұшақтарды атып түсірді. Жапондық аэродромдар бомбалады. Қытайға баға жетпес көмек жасалынды. Әрине өзімізге де, өйткені біз осы милитаризм мен агрессияға қарсы майдан жүріп жатыр деп есептедік. 37 жылдың қыркүйегінен бастап Қытайда жапондық агрессия басталғаннан бірнеше ай өткен соң біз Қытайға үлкен көмек көрсете бастадық. Айтпақшы, американдық ленд-лиз деп атайтын және мақтан тұтатын сол ленд-лизді біз бастадық. Біз Қытайға танктер, ұшақтарды және көптеген артиллерия мен атыс қаруын жеткіздік. Жанармай жеткізілді. Қытайға көмек көрсету үшін арнайы темір жол желісі мен автомобиль жол салынды. Біз Қытайға 40 дивизия құрдық. 40 дивизияны қаруландырдық. 1940 жылы Қытайдың 100 полкының шайқасы деп аталатын бұл бізбен қаруланған полктер. Это те полки, которые были вооружены тоже нами. 100 полк шайқасы деп аталатын қақтығыс соғыс жылдарындағы Қытай әскерлерінің ең ірі операциясына айналды. Шабуыл 1940 жылдың 20 тамызында солтүстік Қытайдың бірнеше аймағында бірден басталды. Бұл операцияға Қытайдың халық азат ету армиясының шамамен 400 мың сарбазы қатысып, оларды коммунистік партия басқарды. Кеңес қаруымен жақсы қаруланған және жаттықтырылған сарбаздар әртүрлі ауқымдағы 1824 ұрыс өткізді. Қытай армиясы 5 миллионнан астам халқы бар 73 елді мекенді азат етті. 100 полктың шайқасы жапон армиясының жеңілмейтіндігі туралы мифті біржолата сейілтті. Майданда ерліктің көптеген әсерлі мысалдары болды. Көптеген сарбаздар мен офицерлер жапондарға берілуге қарағанда қаза табуды таңдады. Мысалы, бір корпустың қолбасшысы шайқаста жараланып тұтқынға түсті. Жапондар оны өз жағына өтуге көндірмек болды. Бірақ ол үзілді-кесілді бас тартты. Нәтижесінде оны қылышпен өлтіреді. 100 полктың шайқасынан кейін жапондардың Қытайдың ішіне қарай одан әрі ілгерілеуі тоқтатылды. 1937 жылы 177 күнде жапон армиясы 3085 шақырымға ілгеріледі. Бұл күніне шамамен 17,5 шақырым. Бірақ 1940 жылдың ішінде жапондықтар тек 215 шақырым ғана алға жылжи алды. Яғни күніне жарты шақырымнан аз. Жапондар жарты жылда аяқтаймыз деп жоспарлаған соғыс 3-ші жылға ұласып, күн сайын империяның адам және шикізат ресурстарын сарқып жатты. Қытай армиясын әлсірету
тоқтату үшін Жапон басшылығы Қытайды экономикалық блокадаға алып, бұл елдің европалық державалардың Азиядағы отарларымен кез келген байланысын үзу туралы шешім қабылдады. 40 жылдың қыркүйегінде Жапон әскері француз үнді Қытайын басып алды. Бұл оқиғаға жауап ретінде ақш президенті Франклин Рузвельт Жапонияға мұнай мен басқа да тауарларды жеткізуге эмбарго жариялады. Империя шикізат дағдарысының шегінде қалды. Дәл сол кезде Токио тынық мұхитындағы аралдар мен архипелагтарды басып алу туралы шешім қабылдады. Бұл аймақта жапондарға ең үлкен қауіп ақш-тың әскери теңіз флоты болды. Жалпы жапондарда ортақ гүлдену аймағы деген концепция болды. Бұл белгілі бір аймақты басып алып, оны әскери теңіз флотының күшімен қорғау идеясына негізделді. Бұл аймақ оңтүстік шығыс Азияның барлық ресурстарын қамтуы тиіс еді. Екі бағыт бар еді. Біріншісі құрлық арқылы Кеңес одағына қарай жылжу, екіншісі Индокитай пайдалы қазбаларға, әсіресе мұнайға бай аймақтар. Бірақ Мәскеу түбінде біз Германияға тойтарыс бергеннен кейін, жапондар Кеңес одағына қарсы соғысқа араласудың мүмкін еместігін түсінді. Сондықтан 1941 жылы олар ресурстарға мұқтаж болғандықтан ақш-қа қарсы бағыт алды. 1941 жылдың 7 желтоқсанында ерте таңертең жапондар американдық әскери теңіз флотының Пёрл-Харбор базасына шабуыл жасады. Шабуылға 360 ұшақ қатысты. Бірнеше сағат ішінде 4 линкор суға батып, 18 америкалық әскери кемеге зақым келтірілді. Жапондар небәрі 3 ондаған ұшақтан айырылып, толық жеңісін тойлады. Келесі күні президент Рузвельт Америка құрама штаттарының екінші дүниежүзілік соғысқа кіргенін жариялады. Неліктен олар ақш сияқты алып державаға осыншама жеңілдікпен қарсы шықты? Қарап тұрсаңыз, Жапония қайда, ақш қайда? Олардың идеясы қарапайым болды. Қорғаныс периметрін құру. Ол арқылы стратегиялық бомбалаушы ұшақтар метрополияға жете алмайтындай ету. Осы арқылы америкалықтарды аралдарға, қанды шайқастарға тарту. Олардың шығыны ақш қоғамы үшін көтере алмайтындай деңгейге жетеді деп үміттенді. Бірақ бұл концепция сәтсіздікке ұшырады. Жапондарды аралдардан бронетехникамен ығыстыра бастады. 1942 жылдың жазына қарай Жапон армиясының резервтері сарқыла бастады. 42 жылдың маусымында Мидуэй аралын басып алуға тырысқан жапондар 4 авиатасығыш, 322 ұшақ және 2,5 мыңнан астам теңізшіден айырылды. Бұл соңғы 350 жылдағы Жапония императорлық флотының алғашқы ірі жеңілісі болды. 1943 жылы жапондар Гуадалканал аралының жанында жеңілді. Ал 1944 жылы Филиппиндегі Лейте аралы маңында ойсыра жеңілді. Бұл шайқаста америкалықтар жапондардың 26 кемесін, оның ішінде 4 авиатасығыш пен Жапонияның біріктірілген флотының флагманы әлемдегі ең үлкен линкор Мусасиді суға батырды. Осы шайқастан кейін жапондар барлық шабуылдық операцияларын тоқтатып, басып алынған аумақтарды қорғауға көшті. Осы уақытта жаңа америкалық бомбалаушы ұшақтар Жапония империясының астанасы Токионы және басқа да Жапон қалаларын бомбалап жатты. Сонымен қатар америкалықтар атомдық бағдарламамен салыстыруға болатын деңгейде қомақты қаржы қойып, алысқа ұшатын, нақтырақ айтқанда, Жапонияға жете алатын Б-29 бомбалаушы ұшақтарын жасады. 44 жылдың наурызында олар төмен биіктіктен фосфорлы бомбалар тастап, Токионы күл-талқан етті. Бұл белгілі бір дәрежеде Хиросимадан да жойқын болды. ақш Жапонияға қарсы соғысқа кіріскеннен кейін Қытайдың тағы бір қуатты одақтасы пайда болды. 41 жылдың 11 наурызында президент Рузвельт Ленд-лиз бағдарламасын одақтас мемлекеттерге қару-жарақ пен оқ-дәрілер жеткізуді бастайтынын жариялады.
Бағдарламаның алғашқы қатысушылар Ұлыбритания мен Қытай болды. Америкалықтар әскери көмектің негізгі бөлігін Чанкаши әскерлеріне тек 44 жылдан кейін Жапон флоты Тынық мұхитында жеңілгеннен кейін ғана жеткізе бастады. Әскери техника мен оқ-дәрілер Қытайға Бирмадағы британдық колониялар арқылы жеткізілді. Сол жерде американдық нұсқаушылар қытайлық сарбаздарды әскери өнерге үйрету үшін базалар құрды. Осы уақытқа қарай Кеңес одағы Америка құрама штаттары және Ұлыбритания Қытайдың одақтастарына айналды. Бізге көптеген шетелдіктер көмектесті. Кеңестік еріктілер негізінен әскери әуе күштерінде шайқасты, ал америкалықтар бізге сарбаздарды оқытуға көмектесті. Сонымен қатар, біз америкалық бөлімшелермен бірге Үндістан мен Бирмадан Қытайға жүк тасымалдау жолын қорғадық. Бұл одақтастардың көмегі жеткізілетін жалғыз жол еді. Онсыз соғысу мүмкін емес болатын. Қытайға көптеген америкалықтар келді, бірақ біздердің арасында ағылшын тілін түсінетіндер аз еді. Токио қаласын америкалық шабуылдардан қорғау және Қытайға көмек жеткізу жолдарын кесу үшін Жапон әскери басшылығы Бирмадағы америкалық аэродромдар мен жабдықтау базаларын жоюды міндет етіп қойды. 44 жылдың басында Жапон армиясы соғыс кезіндегі ең ірі құрлық операциясын Қытайдың оңтүстігіндегі ауқымды шабуыл жоспарын дайындады. Бұл операцияға 500 миллион жапон сарбазы қатысты. Жапондар Қытайдың оңтүстігінде жалғыз стратегиялық құрлықтық шабуыл операциясын Итиго 1 операциясын іске асырды. Бұл операция нәтижесінде олар Қытайдың оңтүстік жағалауына шығып, Бирмада 3 жапон майданы жұмыс істеді. 100 Қытай дивизиясы жойылды. Қытайдағы әскери әуе базалары одақтастардан, америкалықтар мен британдықтардан келетін көмекті жеткізу базалары жойылды. Сонымен бірге америкалық әскери әуе базалары жойылды. Бирма жапондарға Ұлыбританияның басты колониясы Үндістанға жол ашып берді. Жағдайда Инді-Қытайдағы Жапонияның одақтасы Таиландтың пайда болуы қиындатты. Сонымен қатар, Бирманы қорғаған британ әскерлерінің басым бөлігі нашар дайындалған және шайқаста іс жүзінде пайдасыз болған үнді бөлімшелері. Англияны құтқаруға Чанкайшидің ең үздік Қытай дивизиялары аттанды. 44 жылдың сәуірінде Қытайлар солтүстік Бирмадағы Кукуан аңғарында жапондарға шабуыл жасады. Мамыр айында Қытай және америкалық бөлімшелер Миячино қаласының маңында бекінді. Қаланы қорғауға кіріскен жапон сарбаздары соңғы адам қалғанша беріспеу туралы шешім қабылдады. Қаланы қоршау 80 күнге созылды және екі жақ үшін үлкен қиындықтармен өтті. Джунгли арқылы шабуылдаған Қытай сарбаздары тропикалық нөсер, улы жәндіктер мен індеттерден зардап шекті. Миячино шайқасына қатысқан Лу Шуачен сол кезді еске алады. Миячино үшін шайқас Үндістан мен Бирма шекарасындағы өтуге мүмкін емес джунглилердің кесірінен өте қиын болды. Бізден басқа бұл ормандарда ешкім болған жоқ. Онда батпақ болды. Жаңбыр маусым болғандықтан үнемі нөсер жауып тұрды. Біздің көптеген сарбаздарымыз ауырып қалды. Бізді жәндіктер әсіресе адамды бір күннің ішінде өлтіретін масалар қатты мазалады. Сондай-ақ айналамызда шұбалшындар, құмырсқалар және жыландар өте көп болды. Сол себепті біз өте ауыр жағдайларда соғысуға мәжбүр болдық. Оның үстіне Бирмада шөп пен ағаштар өте биік болғандықтан қарсыласты табу өте қиынға соқты. Ең қиын сәттерде біз күніне небәрі 10 метрге ғана жылжи алдық. Ал жапондар өте табанды түрде қорғанысты ұстап тұрды. Миячино қаласы екі жақ үшінде өте маңызды объект болды. Қытай сарбаздары Миячино көшелерінде фанаттық жапон қарсылығына тап болды. Жапондар қаланы миналап,
арнайы қазылған жер асты туннельдерінде, бункерлер мен бекіністерде қорғанды. Тек Мьячинаны артиллериялық және минометтік отпен толығымен өртеуден кейін ғана Қытай сарбаздары қалаға кіре алды. Бұл шайқастан кейін қалада ештеңе қалмады. Ағаштарда тіпті жапырақ та жоқ болды. Бәр жанып кетті. Ал ағаш діңдері оқ іздеріне толы еді. Бірде-бір бүтін үй немесе құрылыс қалған жоқ. Мьячина солтүстік Бирманың үлкен қалаларының бірі болатын. Бірақ онда бірде-бір адам қалмады. Тек жабайы иттер ғана көшелерде жүгіріп жүрді. Қаланың тұрғындары немесе қаза тапты, немесе соғыстан алысқа қашып кетті. Қала толығымен қиратылды. Кей жерлерде жапондар өз сарбаздарының мәйіттерін алып та үлгермеді. Әдетте олар бұған өте үлкен мән беретін. Бірақ мен өз көзіммен біздің қасымыздан өзенмен жартылай шіріген жапон сарбаздарының көп мәйіті ағып өткенін көрдім. Мьячинадағы шайқас жапон армиясын қатты әлсіретіп, олардан бастаманы тартып алды. Қытай әскерлері оңтүстік Қытайдың Юньнань провинциясын азат ете бастады. Шайқастар әртүрлі нәтижемен жүріп жатты. Жапондар басып алынған аумақтарда мыңдаған қорғаныс бекеттер мен атыс нүктелерін тұрғызып, 4000 шақырымдық окоп қазып, соңғы сарбаз қалғанша шайқасуға дайын еді. 1944 жылдан бастап Жапон армиясында камикадзе деп аталатын жанкешті сарбаздар пайда болды. Олар Қытай сарбаздары жақындаған кезде өзін жарып жіберетін. Бірақ Қытай сарбаздар арасында да өз өмірін құрбан етуге дайындар болды. Мен мынандай мысал келтіре аламын. Бұл Юньнань провинциясының батысындағы Сумшань үшін шайқас кезінде болған оқиға. Қанды шайқас болды. Жапон фашистері бұл жерде 2-3 жылдық қорғанысқа есептелген мықты бекіністер салған еді. Бізді өте күрделі шабуыл күтіп тұрды. Себебі оларда тұтас қорғаныс жүйесі, жер асты бункерлер және жер асты траншеялары бар болатын. Сол кезде біз олардың бункерлерін қалай жою керектігін ойлап таптық. Біз жер астынан өтетін жолдар қазып, бункерлерге жақын жерге жарылғыш заттар қойып, соңында оны жарып жібердік. Бұл өте қиын жұмыс болды. Мұндай тапсырмалар кезінде көптеген сарбаздар өздерін құрбан етті. Жалпы біздің армияда өз өмірін құрбан ету өте кең тараған еді. Кейде бір немесе екі сарбаз жарылғыш заттарды өздеріне бекітіп, бункердің қасына барып, өзін жарып жіберетін. Біздің сарбаздар жаумен жан аямай шайқасты. 1945 жылдың басына қарай америкалық әскери басшылық Жапон аралдарын басып алу жоспарын әзірледі. Бұл жоспар Дуанфол операциясы деп аталды. Оның авторы одақтас армиялардың бас қолбасшысы Дуглас Макартур болды. Америкалықтар соғыс кемінде бір жарым жылға, ал Макартурдың ойынша 5-7 жылға созылады деп есептеді. Құрбан болатындардың санында алдын ала болжанды. Шамамен 1 миллион америкалық, 500 миллион британдық және кем дегенде 10 миллион жапондық. Сондықтан Америка құрама штаттары бүкіл соғыс барысында бар болған шамамен 4-1 миллион әскерін жоғалтқан. Біздің 20 миллион немесе Қытайлардың 35-40 миллион жоғалтуларымен салыстырғанда әрине өздерін қауіпті майдандарда сынап көргісі келмеді. Оның үстіне Тынық мұхитындағы жағдай да әлі толық шешілген жоқ еді. Олар Филиппинге жетті. Жапонияға жақын аумақтарға дейін барды. Бірақ бұл ештеңені білдірмейтін. Ялта және Потсдам конференцияларында КСРО-ның Жапонияға қарсы соғысқа қандай шарттармен кірісетін туралы нақты мәселелер талқыланды. Біз бұл соғыста көмектесу қажеттігін түсіндік. 1945 жылдың 9 тамызында нацистік Германияның тізе бүккенінен кейін дәл 3 ай өткен соң 1,5 миллион кеңес сарбазы солтүстік Қытайдағы жапон әскерлеріне шабуыл жасайды.
Бұл жерде императорлық қарулы күштердің ең ірі тобы қару-жарақпен жақсы жабдықталған Квантун армиясы шоғырланған болатын. Кеңес әскері бір мезгілде 2 майданда шабуылдап, қарсыласты үлкен қапсырма маневрмен қоршауға алды. Бар болған 2 апта ішінде Қызыл армия бірнеше жүз шақырымды еңсеріп, Жапон әскерлерін қоршап, оларды барлық жабдықтау орталықтарынан ажыратты. 14 тамызда Жапония императоры Хирохито радиодан халыққа үндеу жасап, әскерлерге қаруын тастауға шақырды. 19 тамызда солтүстік Қытайдағы Жапон бөлімшелері тізе бүкті. 640 мың жапондық сарбаз тұтқынға түсті. Жапондар қашудан гөрі тұтқынға берілуді артық көрді. Себебі қашса, қытайлар оларға аяушылық танытпайтын білді. Қытайлар жапондарды жек көретін соншалық, егер оларды сым қоршаумен қоршамай, ашық далада қалдырса, қытайлар оларды бөлшектеп тастайтын еді. Жапондардың Қытай халқына деген қатыгездігі орта ғасырлық жабайылыққа пара-пар болды. Сол себепті жергілікті халық оларды шексіз жек көрді. Тұтқынға алыну жапондар үшін қытайлардың кек алуынан аман қалудың жалғыз жолы еді. Жапондардың жасағандарын әлі күнге дейін қытайлықтар ұмытпайды. Бұл қырғын, зорлық, зомбылық, азаптау Қытай тарихында ешқашан жазылмайтын жара. Сондықтан бізді үлкен-үлкен ризашылықпен қарсы алды. 45 жылдың 2 қыркүйегінде Жапон әскери қолбасшылығының өкілдері Жапонияның капитуляциясы туралы актіге қол қойды. 51 жылы Сан-Францискода ақш пен олардың одақтастары Жапониямен бейбіт келісімге қол қойды. 2 жыл бұрын Мао Цзедун Қытай Халық Республикасының құрылғанын жариялады. Батыс державалары Сан-Францискодағы келіссөздерге коммунистік Қытайдың өкілдерін шақырудан бас тартты. Жапония мен Қытай арасындағы бейбіт келісім тек 1978 жылы ғана жасалды. Менің ойымша бұл соғыс Қытай халқын біріктірді. Анти-япондық соғыс бұл біздің халқымыздың қайғы қасіретімен күрес тарихы. Біз 14 жыл бойы еркіндік үшін шайқастық, және ақыры жеңіске жеттік. Бұл жеңіс тек ұлттардың бірлігінің арқасында мүмкін болды. Осы жеңістің арқасында Қытай ақырында батыс елдері бізге соңғы ғасырда таңған жүздеген теңсіз келісімдерді жойды. Мұның бәріне Қытай халқы тек осы жеңістің арқасында қол жеткізді. 1946 жылдың 3 мамырында Токиода Жапон армиясының бұрынғы штаб ғимаратында Қиыр шығыс бойынша халықаралық әскери трибунал өз жұмысын бастады. Оған Қытай, Америка құрама штаттары және Кеңес одағы қоса алғанда 11 мемлекеттің өкілдері қатысты. Жапон империясының жоғары әскери және азаматтық басшылығынан 29 адам сотқа тартылды. Судьялар алқасы жапондардың соғыс жылдарындағы әскери қылмыстары, соның ішінде Қытай аумағында жасалған қылмыстар туралы 419 куәгердің айғақтарын тыңдады. Трибунал 15 айыпталушыны өмір бойы бас бостандығынан айыруға, ал оның ішінде бұрынғы Жапония премьер-министрі Хидеки Тодзио мен Нанкиндегі қырғынды ұйымдастырған генерал Иван Мацуиді қоса алғанда 7 адамды өлім жазасына кесті. 1948 жылдың 23 қарашасында сотталғандар Токиодағы Сугама түрмесінің ауласында дарға асылды.